Ұлтымыздың интеллектуалды және шығармашылық әлеуетін дамыту заманауи елімізде ерекше мәнге ие болуда. Дарынды балалардың қабілеттерін іске асыруға жағдай жасау Павлодар облысы білім беру жүйесінің басымды міндеттерінің бірі. Облыс басшылығының білім саласындағы ұстанған бағыты мектеп оқушыларының еліміздің алдыңғы қатарынан көрінуіне ықпал етуде. Заманауи мектеп облыстық бағдарламасы бойынша дарынды балаларға арналған 3 мектепте толық жөндеу жұмыстарын жүргізіп, материалдық техникалық базасы жаңартылды. Қалалық және ауылдық мектептер арасындағы білім сапасының арақашықтығын жақсарту мақсатында ауылдық мектептерінің 5-7 сынып оқушыларына арналған облыстық жас кемеңгер онлайн мектебі мен 8-10 сынып оқушыларына арналған сырттай оқу мектебі жұмыс жасауда. Тұңғыш президент елбасы қорының ел үміті бастамасын іске асыру аясында ұйымдастырылған 1000 бала ұлттық зияткерлік олимпиадасының өңір бойынша 21 жеңімпазы еліміздің дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептеріне қабылданды. Елбасы медалі бағдарламасында облысымыздың 222 қатысушысы қола деңгейінің медалисті атанды. Облыс құрама командасының зияткерлік жетістіктері ұстаздардың жоғары кәсіпкерлігі мен педагогикалық шеберлігінің арқасы. Бүгінгі күні 16 ұстаз Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің білім шыңына жетелеуші сертификаттарының иегерлері. Соңғы 20 жыл көлемінде Павлодар облысының дарынды оқушылары Қазақстан Республикасының ең үздік олимпиадалық құрама командасы атағына ие болуда. Биылғы оқу жылы Республикалық жасөспірімдер олимпиадасында 17 жүлделі орынға ие болған облыс құрама командасына ең үздік олимпиадалық команда сертификаты табысталды. Сонымен қатар, Олимп шыңын бағындырған физика пәнінен халықаралық олимпиадасының Жәутіков, Туймаада, Азия тынық мұхит және Жібек жолы математикалық олимпиадасының физика Азиялық олимпиадасының жүлдегерлері атанғандар. Драганчук Антон, Рахимжанов Дінмұхаммед, Лим Владимир, Уколов Иван, Кенжебаева Айжан, Темирзинова Мерей, Қасымхан Нұриман, Роговский Владимир, Горьков Анатолий, Жанахметов Аңсар. 2020-2021 оқу жылы жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадада облыс оқушылары 51 медаль жеңіп алған. Оның ішінде 14 алтын, 14 күміс, 23 қола. Қорытынды кезеңінде көрсеткен үздік нәтижелері үшін Павлодар облысының олимпиадалық командасы ең үздік олимпиадалық команда 2021 атағына ие болды. Зияткерлік жарыстарға қатысқан оқушылар 37 халықаралық, 208 республикалық деңгейдегі, барлығы 245 медаль жеңіп алды. Озат ой мен кемел білім елімізді тың мақсаттарға апаратын құдіретті күш. Бүгінгі білімді ұрпақ ел саясатын қолдап, қуаттап, өздерінің белсенділіктерін танытуда.